Үй жағдайында оңай және тез жасалатын фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Фунчозаларымызды ыдысымызға салып, үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, бетін жабып 20 минутқа қалдыратын боламыз. Дайын фунчозаларымызды салқын суға бір жуып аламыз. Және де үстінен қиярымызды, сәбіз, аскөк помидорларымызды турап өткіштен өткізіп, бетіне салатын боламыз. Енді бізде үй жағдайында жасалып жатқандықтан бұл фунчозамызға уксус немесе басқа да приправа қажет емес. Және де үстінен дәміне қарай тұз саламыз және чим-чим приправасын салатын боламыз. Барлығын салып жібереміз және жақсылап бір араластырып аламыз. Дайын фунчозаларымызды кез келген тамақпен ұсына берсеңіздер болады. Міне дәл осылай фунчозаларымыз дайын, ас болсын.